Сәлем бәріңе құрметті көрермендер, құрметті оқушылар, құрметті 2020 жылғы түлектер. Сіздермен бірге Марлон ағай. Бүгін біз өте бір қызықты есеп шығаратын боламыз. Бұл есеп негізі осы жылғы, яғни бірінші потокта келген кинематика тақырыбының есебі, яғни 20 сұраққа келіп тұр. Енді бұл есепті мен қатты күрделі немесе оңай деп те айта алмаймын. Бұл орташадан сәл жоғары, кішкене бір өмірлік заңдылықты білсең, бұл есепті шығара аласың. Енді бұл есепті мен өзімнің оқушыларыма беріп көрдім. Ең қызығы соның ішіндегі 2-3 қана оқушы шығара алды. Шығарғанның өзіне бір 20-30 минуттай кәдімгідей уақыт жоғалтып алды. Ал ОБТ-да ондай уақыт жоғалтатын болсаң, бір есепке онда ол өкінішті болады. Себебі бар жоғы ОБТ-да 3,5 сағат 5 пәнге беріледі. Сондықтан да мұқият тыңдаймыз. Бұл қызық есеп шынымен де. Қазір мен сіздерге дұрыстап тұрып түсіндіріп беретін боламын. Одан кейін біздің курстарымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол үшін біздің дайректке жазыңыздар, жеке жазыңыздар, группамызға кіріңіздер, сол жерде толық ақпарат барлығы жазылған. Ал енді көп сөзбай, давайте бастап көрейік. Сонымен есептің берілгені бізде футбол ойыншының қозғалысының сипаттамалары кестеде берілген. Тұрған орнынан бастап түзу жолмен жүгірген футболшы Исламханның 10 секундтағы орын ауыстыруы дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде бізге не түсіну керек ең алдымен? Максимал жылдамдық дегеніміз не? Максимал жылдамдық дегеніміз адамның, яғни дененің деп айтсам болады, яғни баратын максималды жылдамдығы. Одан артық ол асып түсе алмайды, яғни кемімесе. Енді қараңыздар, бізде мысал бір адам тұр. Исламхан деп айтайық. Осы бізде қандай да бір x қашықтықты ол 10 секунд бойы жүгіреді. Міне. Енді бізге сұрап отыр, осы x қашықтықты тап деп, егер оның максимал жылдамдығы 8 және максимал үдеуі 2-ге тең болса. Енді біздің задачамыз қандай қазір оқушылар? Енді қараңыздар, кез келген адам орнынан бастап етіп қозғалған кезде бастапқыда оның жылдамдығы 0-ге тең болады, келсеміз ғой. Одан кейін ол қандай да бір секундтың ішінде өзінің жылдамдығын максималдыққа жеткізеді. Мысалы 3 секунд, 4 секунд, 5 секунд деген сияқты. Одан кейін ол бізде тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Енді сіздер түсіну үшін қалай тағы айтсам болады? Мысалы, кейбір оқушылар былай ойлап қалуы мүмкін есеп шығарып жатқан кезде. Адам 10 секунд бойы жылдамдығы артумен ғана болады депші. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деген сияқты. Олай мүмкін емес, олай бола алмайды. Адам резко бүйтіп орнынан қозғалған кезде 3 секундта бір тез 1-2-5-6 бір қандай да 8 метр секундқа мысалы Исламхан жетеді. Одан ары қарай ол бізде уже сол жылдамдықпен тұрақты қозғалады. Вот біздің главный осы нәрсені түсінсек, мынау есепті уже шығара аламыз деген сөз. То есть логика, я. Ол қараңыздар, демек біздің қазір задачамыз мына жерде қанша секундта ол 8 метр секундқа жылдамдығын жеткізеді. Қанша секундтың ішінде жылдамдығы 8 болады. То есть мына формула білетін шығармыз бәріміз. Т тең v бөлінген дельта v бөлінген a деген, я. Бұл бізде уақытты табатын формула. То есть мынау бізде дельта дегеніміз ол соңғы жылдамдықтан азайтамыз бастапқы жылдамдығын. Осыны бөлеміз үдеуге. Үдеу дегеніміз ускорение. Енді қараңыздар. Адам орнында тұрады Исламхан. Оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Соңғы жылдамдығы бізге 8 секунд. Сол 8 секундқа ол қаншада жетеді деген сияқты. 8 минус 0 деп әдейі жазып қойдым, сізге түсінікті болсын. Және үдеуі оның 2 болса. Енді 8-ден 0 алсақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4 секунд екен. Демек біздің Исламханымыз 4 секундта жылдамдығын осы 8-ге дейін жеткізеді. Міне, біз осыны таптық. Получается, где-то мына жерде айтсақ болады, осы жерге 4 секунд уақыт құртатын болса, оның мына жерге келген кездегі жылдамдығы 8 болады. Ары қарай уже оқушылар не түсінеміз біз? Ары қарай ол тұрақты қозғалатын аяқта. Қалған бізден аяқ 4 секунд болса, мысалы мына жерде А деп алсам, допустим, давайте мына жерде Б дейік, и мына жерде С дейік. То есть А мен Б-ның арасын ол бізде 4 секундта 8-ге дейін жеткізеді. Сол жылдамдықпен Б мен С арасын уже ол бізде 6 секунд қозғалады. Және тұрақты В константа деген жылдамдықпен, яғни ары қарай жылдамдық тұрақты болса, ол бізде бір қалыпты қозғалыс деген мағынаны білдіреді. Міне, логика осы жерде жатыр. Түсінікті ғой, я? Енді болды, осының барлығын әдемілеп жазып алдық. Ары қарай уже есепті шығару оңай деп ойлаймын. Енді біздің задачамыз қандай? Біз қазір А мен Б пунктінің ара қашықтығын табайық. Жүрілген жолын, яғни орын ауыстыруын. Сонда S тең дейміз. Мына формуланы барлығымыз білетін шығармыз. Жолдың теңдеуі деп аталады. S тең V0-т қосылған АT квадрат бөлінген 2. Қосылған себебі біздің қозғалысымыз
ускоренный болып отыр, үдемелі қозғалыс болып отыр. Ал егер кемелі қозғалыс болса, мына жерге сіздер минус қойсыздар. Енді оның барлығын сіздер біздің курсымызға қатысып толығырақ барлығын түсініп шыға аласыздар. Себебі бүгін біздің тақырыбымыз тек қана есепке арналған, сондықтан да мен барлығын түсіндіріп сіздерге 1 сағат отырмай қояйын, хорошо? Сондықтан да кеттік ал. Енді давайте кеттік. Бастапқы жылдамдық бізде 0, 0 көбейтілген 4, қосылған. Үдеміз бізде 2, 4-тің квадраты 16, бөлінген 2. Міне формула қойдым. 0 мен 4-ті көбейтсеңдер 0, жоқ бұл кезде жазбай қойын. 2-ні 16-ға көбейтіп 2-ге қысқартатын болсаңыздар 16 метр шығады. То есть бізде Ислам ханымыз 0 жылдамдықпен 8 метр жылдамдыққа дейін 4 секундта 16 метр жол жүреді екен. Демек, А мен Б-ның арасы бізде 16. Енді ары қарай олына Б-дан бастап С-ға дейін бізде тұрақты қозғалады. Получается, оны біз не істейміз? Бір қалыпты қозғалыстың формуласы арқылы таба салсақ болады екен. S-тен қандай формуласы? В көбейтілген Т. Міне осымен есебіміз бітті. Жылдамдығы қанша ары қарай? Б мен С-ны ол бізде тұрақты 8-бен жүгіреді ғой. Келісесіздер ғой, иә? Қазір кейбіреулер жазу мүмкін, неге ол 9-ға дейін апару мүмкін ғой деген сияқты, или там 10, 11 деген сияқты. Жоқ, оқушылар, өздеріңіз нөмірді жүгіріп көріңіздер. Резко қозғаласыздар, ары қарай сіздер тұрақтымен максималды өзіңіз күшіңізбен жүгіре бересіздер. Сол 8-бен осы аралықты жүгіреді екен. 8-ді қоямыз. Уақытымыз бізде 6 секунд. Так, 8 6 48 метр екен. Получается, Б мен С-ның арасы бізде 48 метр шығады. Сонда бізге сұрап жатыр. Жалпы 10 секундтағы жүрілген жолы немесе орын ауыстыру, яғни қанша қашықтыққа жүгірді. Сонымен 16-ға 48-ді қосатын болсақ, бізде жалпы жолымыз 64 деген С нұсқасында тұр екен. Міне, мына жерде тұр. Осымен есеп сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Міндетті түрде түсінбесеңіздер тағы рет қайталап көріңіздер. Ешқандай күрделілігі несі қатты жоқ. Кішкене осындай бір детальдарға мән берсеңіздер, үш нөмірмен салыстырып деген сияқты, кинематика негізі сондай жағынан өте жақсы. Есептеріңіз әбден шығатын болады. Сондықтан да сіздерге сәттілік тілеймін. ОБТ-дан жақсы балл жинаңыздар. Достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Группамызға тіркеліңіздер, Инстаграмға тіркеліңіздер, Ютубқа да тіркеліңіздер. Ал біз сіздерге бұйырса барлығын көмектесетін боламыз. Курс жағынан да, нұсқа талдаулар, барлығы шығып тұратын болады. Осымен сіздерге сәттілік тілеймін. Ал келесі кездескенше.